Жұлдыз жорамал. Тоқтыларды бүгін не күтіп тұр? Фриланспен айналысу мүмкіндігінен бас тартпаңыз. Бұл сізге ыңғайлы форматпен кестеде қосымша ақша табудың жақсы тәсілі. Ақшаға келіп тірелетін жұмыстарда қателік жіберуіңіз мүмкін. Қаржылық құжаттарды мұқият оқып шықпайынша оларға қол қоймаңыз. Егіздерді бүгін не күтіп тұр? Егер сіз өзіңізді сыртқы қабілетіңізге өзгеріс жасауды ойласаңыз, бүгін оны жүзеге асыруға тамаша күн. Сізге өзіңізді бағалай білуді үйрену керек. Сіз көбінесе кемшіліктерге назар аудара отырып, сыртқы келбетіңіздің артықшылықтарын байқамайсыз. Сары шаяндарды бүгін не күтіп тұр екен? Жақын адамыңызға оны не үшін жақсы көретіңізді айтыңыз. Бүгін ол үшін маңызды күн. Осылайша сіз оған демеу бересіз. Мамандығыңыз бойынша сертификат беретін онлайн курстарға назар аударыңыз. Кәсіби саладағы білімнің мұндай дәлелі еңбек нарығындағы құндылығыңызды айтарлықтай арттырады. Армысыздар, ассалаумағалейкум достар. Бақыт лайф бағдарламасына арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мінеке уәде еткендей жұлдыз жорамал жайлы анықтама. Мен мысалы жұлдыз жорамал бойынша сары шаянмын. Кезінде болған көп назар аударатымын. Әрине бүгінде біздің көп тыңдармандар соған назар аударатынына сенімдімін. Неге сенесіз? Ол расында да солай орындала ма? Мүмкін мінеке біз 2-3 жұлдыз жорамалын сіздерге айтып ұсындық. Күнделікті, болмаса апталықты, болмаса жылдап астрология, гороскоп, зодиак белгілеріне біз назар аударамыз. Одан біз құлағымызды алыстатпаймыз, назарымызды алыстатпаймыз. Әрдайым оған байқап, біздің өміріміздегі нәрсеге айтқан антама сәйкес келсе, дереу оған сене береміз. Оған сенуіміз керек па, достар? Ол барлығы рас па, рас емес па? Бүгін сіздер бізбен бірге болсаңыз, ол жайлы білесіздер. Астрономия аспан денелерін жұлдыздарды зерттейтін ғылым болса, астрология сол жұлдыздардың жүрісіне қарап болашақты болжамақ. Яғни оккульттік ілімге жатады. Бұл жерде басты роль ойнайтын гороскоп пен зодиак белгілері. Астрология жұлдыздарға қарап болашақты айтады. Бірақ ол Құдайдың ақиқатына негізделген емес екен. Газет, журналдар болашақты айтып беретін гороскопты баспай қалған, енді жер жоқ шығар. Егер сол істемесе, оның шығарылу данасы күрт төмендейді, өйткені оқырманы болмай қалады. Бүгін ғаламтар бар енді, көп адамдар ғаламтардан тыңдайды, естиді, болмаса енді оқиды. Және де әдеттегідей журналдардан, газеттерден оқиды. Сонымен газетте істейтін бір астролог уақытылы жұмысын істеп үлгермеген. Ал газет баспаға дайын тұр. Уақыты тығыз редактор жаңағы онда 6 жыл бұрын басылған гороскопты шығарып жіберген. Енді шағымдар келіп түсер деп қауіптенген ол кенет қайран қалған. Бірде шағым келген жоқ. Онда несіне біз астрологқа ақша төлеп әуре боламыз? Ескі болжауларды жібере бермейміз бе деп шешті ол. Сол істеп отырды. Тек жарты жыл өткен сон ғана бір оқырманның шағым түсті. Мына жазуды мен бұрын кездестіргем. Бұл арада бір гәп бар. Және 12 жон болатын. Дегенмен басқа оқырмандар олардың сандары 100-ден 1000-ға жетеді. Ештеңе де сезген жоқ. Сол айтылғандарға сеніп отыра берді. Бір әйел гороскоп оқып, зодиак белгілерін бақылап отыру менің хоббим деген еді. Енді ол жиі көп адамдардың хоббиі деп ойлаймын енді. Артынша ол әбден заласыз уақыт өткізу ғой деді қысыла. Қымбатты тыңдарман, достар, сенің енді хоббиіңді дәл осындай болса, біліп ал, кейін өте зор құн төлейсің ол үшін. Дегенмен бостандықты аңсаған сол әйелді босатқандай, жаратушы сені де бостандыққа шығара алады. Астрологтардың айтуынша, енді тоқты белгісінің астында туғандар көбіне байсалды және батыл болып келеді. Сондай-ақ ашушан және ретсіз. Шешімді ойланбай қабылдай салатындықтан және де асығыс істерінің салдарынан сәтсіздіктері мен қасіреттеріне өздері кінәлі болып жатады. Мынадай суретте барлығында келеді, дұрыс па? Мүмкін сіз кім мені соншалықты жақсы біледі деп таңқала отырған боларсыз. Дегенмен одан да таңқаларлығы кез келген суреттеменің ұқсастығы сонша, ол барлық адамдарға тура келе береді. Өзіңізге келем екенін қараңыз. Сізге де байсалды болып шешімді жедел қабылдауға тура келетін кездер болады. Солай емес па? Тоқты белгісінің астында туғандар ашушан және ретсіз делінген. Бірақ сіз туралы да дәл солай айтуға болады емес пе? Толғанып бір шешімге келе алмай жүрген кездеріңіз болды емес пе? Бүгін күні ашуланбай жүрген кім бар?
кім бар бүгін? Сізде ойланбай жедел түрде шешім қабылдайтындар кезде болады емес пе? Тоқты белгісінің астында туған адамның мінезінің тура суреттемегені соншалықты ол кез келген адамға да келе береді. Сондай-ақ осы белгінің астында туғандар өз мінездемесін оқығанда шынымен астрологияның бірденесі бар деп таңғалады. Дегенмен бұл суреттемелер ештеңеде дәлелдей алмайды. Енді арыстан жайлы. Арыстан белгісінің астында туғандар былай деп жазады. Бұл белгінің астында туғандар барынша мейірімді. Олар жақсылықты шамасынан артық жасамаққа жоспар құрады. Сіз жақсылық жасауға ұмтыласыз. Әдетте жоспарларыңыз шамаңыздан артылып түседі. Ендеше бұл мінездеме тек арыстан белгісінің астында туғандарға ғана емес, барлығына да келеді. Қымбатты достар, сіз астрологиядан бұрын білгеніңізден артық ештеңеде таппайсыз. Ең қайғылысы соның барлығысы шайтанның шығарған топтамасының алынған және дәл сол адамдар Құдайдың тыйым салған ісімен айналысады. Астрологтардың әр қилы тәсілдері енді пайдаланатыны бізді таңғалдырады. Біреулері гороскоп құрарқа адамның туылған сәті маңызды дейді. Сіз туылған күніңізді ғана емес, сағатын, минутын, тіпті секундын білуіңіз керек. Сіздің өміріңіз туылған сәтіңізде аспанның шығыс жағында пайда болған жұлдызға байланысты, яғни тағдырыңызды сол анықтайды дейді. Сіз бұған сенесіз бе? Ал көп адамдар әлі күнге дейін осыған сеніп келеді. Енді астрологтар жайлы келі жазба не айтқанын тыңдайық. Таурат бізге былай дейді. Көп ақыл кеңес сұрап қажығындайсың. Аспанды бақылап жұлдыздарды санаушылар жана ай туған сайын жорамал жасайтындар алға шығып ақылдарын айтсын. Сені басқа төтенше апаттан құтқарып қалсын. Бірақ олардың өздері өртеніп жатқан сабанға ұқсайды. Жалмаған өрттен өз бастарында құтқара алмайды. Бұл жаныңда жай жылынып отыратын көмір отты емес. Ол Құдайдың қаһарының лаулаған жыланы. Келе жазба бойынша астрология жеркенішті күнә. Ондай тәжірибе үшін Құдай өліммен жазалайды. Енді екі жігіт саябақпен кетіп бара жатыр екен. Саябақта онда жиі кездеседі, үлкен кісілер енді құмалақ ашып отырады, енді бал ашып дегендей, жол ашып береді дегендей. Сонымен бір жігіт сол кісіге барады, енді сонда саябақта отқан тас құмалақтарын бәрін дайындап қойған екен, бір жағында карта, жаңа құмалақ, енді коробканың бетінде де енді жиі кездеседі ондай. Көп адамдар оған сенеді, барып жандарында отырады, сырласады, әңгімелеседі. Сонымен жаңағы жігіт соны көре салады да, енді мен жолым болмай жүр, мен барайын дейді. Барады да енді сөйлесе бастайды да, сонымен жаңағы досы бері шақырып алады. Несі бар? Кіріспе оған. Егер де ол кісі соншалық жол ашып беретін болса, неге өзінің жолын ашып бермейді деп? Неге өзі жолын ашып, өзі керемет болып, жақсы болып кетпейді дейді да? Расында адамдар ол жайлы ойланбайды. Логика, достар, логика. Көп адамда логика жоқ. Логикалық тәсілдер істеудің орнына шешімдер, мысалы, адамдар үйтпейді. Қарапайым нәрселер кей кезде былай қарасаң, қарапайым нәрсе, бірақ адамдар ол жайлы ойланбайды. Достар, мінекей сіздермен бірге осы 2-3 тақырып өте маңызды тақырыптар деп ойлаймын. Өйткені жиі адамдар осыны анықтамаға сеніп, онымен жүреді, енді сол анықтамамен. Басқаларға да ол анықтамамен бөліседі. Бірақ ол дұрыс емес екеніне мән бермейді. Құдайға ол жағымды ма, жағымды емес па? Ол жайлы Құдайдың еркі қандай деп. Құдайға бірінші жүгінудің орнына олар сондай жаңағында астрологқа, енді басқа нәрселерге сенеді. Қалаған нәрсеге сенеді, бірақ Құдайға емес, достар. Сондықтан бүгін ойымызды, жүрегімізді Құдайға бұрайық. Сонда біз жарылқап алып, Құдайдың батасын алып, өзімізде бала шағымызда аман-есен болады. Өйткені Тауратта жазылған. Егерде біз тура жолда жүрмей, енді Құдайға жағымсыз нәрсе істесек, күнә жасасақ, ертең біздің көптеген ұрпақтарымыз қиналады. Ондай жағдайға жетпейік, достар. Сонымен бағдарламамыздың осыны анықтаумен аяғына келді. Егер де бүгінгі бағдарламамыз сізге маңызды болып көрінсе, ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер.